Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түріктің смит деп аталатын таңғы аста жеген ұнататын бауырсақтардың бір түрін жасауды үйрететін боламын. Видеоны бастамас бұрын каналыма жазылып, мені қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге бір стақан, яғни 200 мг жылы сүт қажет, 60 мг сұйық май, бір үлкен қасық толғысы қант, бір шай қасығынан аздау тұз қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін 2,5-3 стакан ұн қосамыз. Және де 20 мг ашытқы қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден бәрін қоса салмаймыз, аз-аздан қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін үстін жауып 45 минутқа демалдырамыз қамырды. «45 минут өткеннен кейін қамырды жақсылап илеп, жаюды бастаймыз. Өте жұқа болмау керек, орташа қылып жаямыз. Қамырды жайғаннан кейін формасын шығарамыз. Ол үшін мен бір стақанмен бөтелкенің қақпағын қолдандым. Егер сізде пончиктің формасын шығаратын форма болса, соны қолдансаңыз болады. Бәрін осылай кесіп шыққаннан кейін қалған қамырды қайтадан илеп, осылай формасын шығарамыз да. Үстін әдемілеу үшін бізге сүт пен күнжіт қажет болады. Күнжітті мен аздап қуырып алдым, сарылау болғанша. Сүтке батырып, күнжітқа батырып, бір ыдысқа алып қоямыз. Бұл бауырсақты балғын жеген жақсы болғандықтан барлығын пісірмеймін. Егер сізде қаласаңыз, жартысын мұздатқышқа алып қойсаңыз болады. Барлығын осылай сыртын әдемілегеннен кейін жартысын мен мұздатқышқа алып қоямын. Осы рецептпен жасаған кезде барлығы 15 штук шықты менде, соның жартысын қазір пісіремін. Алдын ала қыздырылған майға жаңағы бауырсақтарымызды салып пісіреміз. Аздап сарғыштау болғанша пісірсеңіз болды, одан кейін үстін аударамыз. Түркияда бұл бауырсақты смит деп атайды. Смиттің негізі үлкен түрі де бар. Соның кішкентай түрін жасап көрсеттім сіздерге. Және де бауырсақты біз сияқты түскі, кешкі аста емес, Түркияда бауырсақты таңғы аста жегенді ұнатады. Осы рецептпен жасап жатқан болсаңыздар, төменге пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Және де алға мен мақсат қойдым қысқа уақытта 1000 оқырманға жеткізуге. Мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып отырсаңыздар, риза болар едім. Осымен біздің түрік смит бауырсағымыз дайын. Жасап жатқан болсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.